Баршаңызға қайырлы күн достар, ораза ұстаған жандар, оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздерге сәресі де ішетін тойымды тамақтардың бірі осындай тары көже істеп көрсететін боламын. Менің каналыма жазылып, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Ал бисмиллах деп, бірінші осылай тарыларымызды алып, ішіндегі керек емес заттарын барлығын теріп алатын боламыз. Барлығын жақсылап тазалап шығыңыздар. Ішінде сәмектері болады, тастары болады, сол сияқты көп заттары болады. Одан кейін осындай ыдысымызға құйып, 2-3 қайтара тазалап жуатын боламыз. Қараңыздаршы, қандай мұсыр шығады. Осылай суымыз өте нашар болады. Қайта-қайта төгіп тастап, араластырып отырып жуып алатын боламыз. Тары көжені сәресі де ішсеңіздер, күні бойы тоқтық сезімін береді. Тоқ боласыздар, әрі дәруменге бай болады. Өте көп минералдары бар тарының. Осылайынан жуып, ыдысымызға сүт құйып алатын боламыз да. Сүттің үстіне, менде мына жерде 1 литрге жетпейтін сүт, барлығын описание бөлімінен жазып кететін боламын, қаншадан істегенімді. Осы сүтіміздің үстіне тарымызды салып, қайнатып алатын боламыз. Тарымыз тез піседі, бір қайнағаннан жарылып, өте әдемі болып, жұмсақ болып пісетін болады. Осылай араластырып отырыңыздар. Неке осылайынан сапырып сүтіміз піскенше осылайынан араластырып отырамыз. Неке біздің сүтіміз көпіріп пісе бастады. Одан кейін дәл осыны сүтіміз піскеннен кейін баяу отқа 10 минутқа қалдыратын боламыз. Осылайынан астын пәсейтіп 10 минутқа қалдырамыз. Сонда біздің тарыларымыз өте әдемі, баяу пісетін болады. Менде піспеген сүт болғандықтан жақсылап сүтімді пісіріп алып жатырмын. Сіздер магазиннің сүтімен қолдансаңыздар да болады. Менде домашний үйдің сүті, сиырдың сүтінен істеп жатырмын. Осылайынан қозғап тұрамыз. Енді баяу отқа жіберетін боламыз. Баяу пісу керек, сонда бабына келіп, біздің тары көжелеріміз өте дәмді болып піседі. Мінекей бізде уже дайын болып қалды. Тез дайын болатын тағамдардың бірі бұл. Неке араластырып жіберіп, үстінен тұзымызды қосамыз. Қаласаңыздар, қант қоссаңыздар да болады. Тәтті жақсы көретін кісілер үстінен қант қосып ішсеңіздер болады. Неке біздің көжеміз дайын. Осылайынан менде дәл осы рецепт бойынша 2 үлкен кесемен шықты. Жасап көріңіздер. Неке біздің тарыларымыз дайын. Баршаңызға ораза қабыл болсын. Сау болыңыздар.